Жұмысшының правасы қорғалмайтынын жұмысшы бесправный екенін көрсетті. Ол системная недоработка. Сосын ана клиентте видео бар деп ойлаймын мен. Енді бүкіл кесектің бәрі соған қарата шұғыртылды. Ертең ол видеосын шығарсам мен оған таң қалмаймын. Бірақ оларды қол алдырып қойды. Сондықтан олардың сөздері енді өтпейді қалуы мүмкін. Ал бұл енді Magnum разбор полетов жасап, халықтан кешірім сұрап, жұмысшылардан кешірімін сұрап, кім жұмыстан шығарды, кімнің себебі болды, кімнің недоработкасы, соның бәрін шығарып, взыскание беретіндеріне взыскание беріп, Magnum сөйту керек пе деп ойлаймын. Бұл мәселе туындаған себебі системный недоработкада. Magnumның тек қана Magnumның емес, бүкіл системның. Ал енді жаңағы қалай еді, Америкадан келген бірдеме деп, мына қалай еді, русскоязычныйлардың бүркіп су бүрккенінен деп ойлаймын мен осының бәрі туындағаны. Солар су бүркпегенде қазақтың конституциясын заңына қит етсе, тілге шабуыл жасауын қоймағандықтан дүние жүзінде қанша мемлекет бар, сол мемлекеттің өз тілі бар. Сол тілді сөйлейді. 10 жерден анандай қосымша тіл болсын, официальный тілге ешкімнің несі болмау керек, претензиясы. Бұлар баяғы Украинаны сылтаулатып, бір методичкелері бар, Украинада бүйтті, Украинада сөйтті. Российдің игра мускулысы қашан бітетінін мен білмеймін. Алып мемлекет сөз жоқ. Бірақ ол егеменді елдің ішкі саясатына кірісуге қақысы жоқ. Кіріскеннің өзінде де дипломатический нотамен осындай деп айтуға тиісті шығар, международный право бойынша. Бірақ бүйту керекті, сөйту керек, анау бұлай сөйлеп, әркім тілі барғанша көпіріп, біз жаңа қазақ тілін қолдамаймыз, қазақ тілін бүйтті, орыс тілдерді сөйтті деген нені қою керек. Украинаға жеткізген сол себептен ешкімде одан ұтқан жоқ. Россия өз келбетін жоғалтты, Magnum сияқты. Magnumның жоғалтып отқан себебі бездействісі. Ол ананың бәрін юридический основада келтіріп, компенсация төлейтініне компенсация төлеп, недоработкасын, просчетін мойындап, халықтың алдында кешірімін сұрап, содан осындай бірдеме праздниктерде осындай скидка жасаймын деп мойнына алу керек. Сонда ғана ол мәселені бір жағына жығатын еді. Ол өз бетін, өз келбетін жоғалтып алды. Қақиған себебінен. Россияда солай келбетін жоғалтты. Русский мир Украинаға барғаннан ештеңе ұтқан жоқ. Дүние жүзі санкция салды. Біле білген адамға агрессор деген атпенен тарихта қалатын болды.
Анам Наполеон Москваға келіп жеңіліп кеткен француздар историядан сызып тастаған жоқ. Агрессор екенін мойындады, бірақ бұлар соны мойындауға нелері жетпей тұр. Россияның басқа бір мемлекетке ішкі саясатына араласып, диаспораң бар ма? Диаспора ма не дейді жаңағы? Русскоязычный. Көшіріп ал, жаның ашса. Соғысқа кеткен ақшадан сол көшіріп алғаның мен ойымша бәлем бәйретті тиімді болады. Сондықтан русскоязычныйлар доғарыңдар, қирағанын күтіп отырсыңдар, сіздер күтіп отырсыңдар Қазақстанның қирағанын. Нацистер емес, националистердің да енді есер соқтықтары бар, бірақ русскоязычный мирің Қазақстанның қирағанын, екінші Украина болғанын солар-ақ қалайтын ба деп ойлаймын. Қорқытқысы келеді ме деп ойлаймын. Қорқытудың қажеті жоқ. Қорқатындар онсыз да қорқат, қорқпайтындар Россия келіп атса қарсы соғысады. Кім оның ішінде бар, кім жоқ екенін мен әзір білмеймін. Кім қаяғына шығатын, оны текучий моментта көрсетеді жатар. Ана Бауыржан Момышұлыдан сұраған кезінде, соғыста қорықтың ба деп. Жаңылыспасам осы болгарский журналист қылышын суырып алып шауып барғанда журналист столдың астына кіріп кетіпті ғой. Сосын сұрапты, қорықтың ба деп. Қорықтым депті журналист. Мен де қорықтым, амал қандай дейді. Қорықта бергеннен ештеңе жоқ, амалсыз соғысамыз біз. Орыстың миыры кіріп атса қарауменен, ал осыменен доғарайын мен. Ерінбегеннің бәрі бірдеме айтты ғой, мен де бірдеме айтып қалайын дедім. Ал сау болыңдар.